Дом Films ұсынады. Саламатсыз ба, Мақсат Жанболатовна. Сізге қаланың әкімі жасап. Естелікке суретке түсіріп алдым. Балам, білесің ба, бұл фотоаппаратты әкем қолынан тастамайтын. Кез келген жерді суретке түсіретін. Әкеме суретке түсірген қатты ұнайтын. Бүгін сандықтан тауып алдым. Мен де әкем сақты суретші болам. Жоқ, балам. Әкең суретші болған жоқ. Әкеңе жай ғана түсірген ұнайтын. Мен де түсірем. Жыртылып қалды. Досым істейміз. Мақсат, бізде суретке түсірсең, жоқ әлде қыздарды ғана түсіресің ба? Жоға жігіттер, түсінімсіне кендер. Жоқ, керек емес. Кейін түсеміз. Мектеп бітіргешіне алып келем дағы. Жарайды. Әйгерім, сен мектеп бітіргешіне барасың ба? Я, әрине, сен ше? Мен де барам. Мүмкін бірге барамыз. Жарайды, барайық. Аға, қалаға барасың? Барам еді жүркет. Мама, сізді де қалаға алып кетемін. Ей, бол кеттік. Қазір аға, қазір. О. Бауырым, қалаға жайша ма? Сол оқып, жұмыс ет дегенде. Дұрыс. Кір. Мақсат Жанболатова. Иә, Бүгін сен- кешкі сағат 5-те сіздің жиналысыңыз бар. Соны есіңізге сала дейін. Жақсы, рахмет. Асема, бүгінгі жиналыстардың бәрін келесі аптаға қалдыр. Неге? Мен бүгін ауылға анама барамын. Жарайды. Сізге такси шақыртайын ба? Жоқ, мен өзім барамын. Алай, мен бір-екі күн қалада болмаймын. Кейге соны өзім хабарласамын. Жақсы, сау болыңыз.
Мында абайға таксилер қай жақтан жүреді? Абайға ма? Мен Қарасуға барам аға. Жүріңіз, жол үсті ғой. Қарасуға дейсің бе? Иә, абайдың таксилері түске дейін жүріп кетеді аға. Қазір таппайсыз. Жарайды, онда кеттік. Жүріңіз, маған да жолға серік болса аға. Жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім елдеп ел жүрер. Ауылдың суы, ауылдың нуы аңсатты. Күйбен тірліктің дүрбен шулары шаршатты. Ауылға барам, бәріде туыс сел жақта. Аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Солай аға, ауыл қала арасында жүреміз. Ауылда жұмыс бар ма? Не жұмыс жасайсың? Жұмыс істейм деген аға адамға табылады. Ең бастысы ауылда әке-шешем бар. Дұрыс айтасың. Сол емес па аға енді? Алматы ауыл арасында кейде таксовать етеміз. Бүгін неге адамдарын толтырып алмадың? Бүгін қалаға шаруалармен барғам. Анам дәрісін алып келе жатырмын. Мүмкін маған жұмысқа тұрарсың, водитель болып. Зарплатаң да жақсы, аз уақытта үйіңді де жағдайыңды жасап аларсың. Рахмет аға ниетіңізге. Мен қалаға кетсем, әке-шешем күн не болады? Оларға кім қарайды? Қазір ауылдағы адамдар да бұрынғыдай емес, ешкімге бір-бірін жаны ашымайды. Мен Шайдасың машинаны. жарайды аға. Міне аға, ауылға да аз қалдық. Ауылда өзгермепті. Өзгерген жоқ аға. Жолда жөнделмеген. Осы аға. Айтыңызшы, біздің ауылдан неше түрлі жұлдыздарды, мықты бизнесмендер де шықты ғой. Солар бір жиналып болса ауылды көркейтіп, тым болмаса бір жолын жөндеп беретін жөндері бар ғой. Аға, ренжімеңіз аға, сізге қатысы жоқ. Жарайды бауыр. Міне аға, келдік ауылыңызға. Анау сіздің ауылыңыз. Мен ағар Қарасуға кетем. Рахмет бауырым. Қанша берейін? Болды аға, рахмет. Жол үсті ғой. Біріншіден жолға серік болдыңыз. Рахмет онда бауырым. Қалаға келсең хабарлас, көмек болатса. Міне мынау менің визиткам. Болды аға, рахмет. Жолыңыз болсын аға. Жақсы, рахмет бауырым.
келдиңизби? Мен келдим. Көп акча тауып, сизди калаага кетем деп жүргенде, кул дүниенин артынан кетип, сизди ойлаудан да махрум болдум. Сиздин кыймас кышагыңыздан кетип, энди міне кабриңизге келип турдум. Кадырыңды кеч түсінгеніңе өкінемін, мама. Кешірші мені, мама. Жей алмасам есіммен мен, көзім талса тосып егер, тентегімді кешіре көр, мама. Әппақ сүтің ақталсын деп, мейлі-мейлін мақтансын деп жүрмін түсінші. Мама сен кешір, мама сен кешір, көңіліңді кейде түсірсем, өте жұмақ бәріне